Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді торт әрі жеңіл түрде дайындалады. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Жақсылап миксерлеп араластырып алып, одан кейін 1 стакан қантымызды салып араластырамыз. Қантты миксерлеп алғаннан кейін бөлме температурасында 1 стакан айранымызды қосамыз және кез келген үйде қандай тосабыңыз бар 1 стакан тосап қосып жақсылап миксерлейміз. 2 шай қасық ас содасын қосып жақсылап миксерлеп шығамыз. Соңынан 2 стакан ұнды қосып жақсылап миксерлейміз. Дайын болған массамызды формамызға құйып аламыз. Формамның диаметрі 23 см және астына пергамент қағазын төсеп алдым. 180 градуста алдын ала қызған пешімізге 35 минутқа бисквитті пісіріп алдық. Жақсылап суытамыз бисквитті. Кремін дайындаймыз. 400 грамм 25% президент қаймағын алдым және сахарны пудраны қосып жақсылап араластырамыз. Бисквитті арнайы нан кесетін пышақпен 3 бөлікке бөліп аламыз. Кремді жақсылап жағып, тортымызды жинаймыз. Бисквитқа пропитка жасасаңыз да болады. Достар, егер видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліңіздер. 100 000 көрермен болуға аз қалдық және бәріміз бірге атсалысып, видеоларымды өз таныстарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар, тезірек сол санға жетер едім және каналымның дамуына үлестеріңізді қосатын едіңіздер. Алда көптеген рецепттер шығады. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Және соңынан бетіне ұнтақталған грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Сіздермен болған мен Ақжарқын. Сау болыңыздар. Бәріңізді жақсы көрем. Рахмет.